Баршаға сәлем достар. Бүгінгі видеода Век Аделин киносына шолу жасайтын боламын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал мен шолуды бастайын. Оқиғаның орын алған шағы қазіргі заман тұсында еді. Біздің басты кейіпкеріміз Аделин Боуман. Оның осы уақытқа дейін де бірнеше аты болған. Сонымен қатар Аделин өзінің жасын да алмастырып жүретін. Бұл жолы да осы ісі бойынша кезекті мекенжайға келіп тұр. Оның жаңа жалған құжатын жасайтын жігіт Аделинді қарсы алды. Жігітті бірден көре, өз ісінің шебер екендігін көрініп тұр. Аделинге артық сұрақ қоймай паспортты ұсынды. Тек содан кейін барып сізге жасыңызды 29-ға ауыстырып не қажеті бар? Бәрібір түріңіз жас көрінеді емес пе дейді. Аделин жігіттің сұрағына жауап беруден бас тартып, оның еңбек ақысын қолына ұстатады. Аделин өзіне керек құжаттарын алды. Жігіт те өтемақысын қолына түсірді. Екеуі қоштасқалы жатқанда Аделин үй ішіндегі бейсбол добына мән береді. Онда жігіттің есімі жазылған еді. Қоштасар сәтте Аделин өзіне зиян келтіретін істермен айналыспағанын жөн деп ақылын айтып кетті. Осы кездесуден соң Аделин өзінің үйіне қарай жол тартты. Кейіпкеріміздің отбасы жоқ десек те болады. Тұрмыс құрмаған Аделиннің жақыны тек үй ішіндегі жануар еді. Нақтырақ айтсақ, иті. Бос уақытында оны ойнатып тамақтандыратын. Аделин үйіне келгенде біздің назарымызға мұндағы көненің көзіндей болып сақталып тұрған ескі заттар көзімізге түседі. Үй қабырғасында жас жігіттің картинкасы ілінген екен. Көзге ерекше байқалғаны бұл екі жастың үйлену сәтіндегі фотосы еді. Ондағы қалыңдық көйлегін киген бикеш біздің кейіпкеріміз Аделинге қатты ұқсайтын. Үйдегі шаруаларын бітірген соң Аделин жұмысына тартты. Көшеге шығып қол бұлғап такси тоқтатты да ішке кірді. Аделин жүргізушімен сөйлесе келе оған жұмысқа кептеліссіз жеткізетін жолдарын нұсқайды. Осыдан ақ Аделиннің қаланы бес саусағындай білетінін аңғара аламыз. Қыз қалалық мұрағатта жұмыс жасайтын. Оның мұнда айналысар ісі өткен жылдардан қалған кинотаспаларын реттеп, оларды сақтау еді. Жұмыс кезінде Аделин кезекті бір кинофильмді көзі шалып қалды. Киноның түсірілген уақыты 20 ғасырда болғандықтан, біздің қыз осы фильм арқылы өткен ғасырдың тыныс-тіршілігімен таныс боламын деп шешті. Сондықтан таспаны айналдырып, өзі теледидар алдына жайғасты. Фильмнің алғашқы сәттері басталған беттен ақ, қыз өзінің бұрынғы өмірін есіне түсіре бастады. Ол өткен ғасырдың, дәлірек айтсақ 1908 жылы дүниеге келген екен. Аделин бұл уақытта отбасымен бірге Сан-Францискода тұратын. Кейін қыздың жасы 21-ге жетіп, ол көпір құрылысын тамашалауға келгенде өзінің болашақ жарымен кездеседі. Екі ғашық біраз уақыт араласып, мұның соңы екеуінің үйленуіне келді. 3 жылдан соң жас отбасының алғашқы сәбилері де дүниеге келді. Бірақ бақытты сәттер мәңгі болмады. Құрылыс алаңында жұмыс жасап жатқан адамдар арасында қауіпті оқиға болып, салдарынан күйеуі қаза табады. Жалғыз қалған Аделин қызын алып, 10 айдан соң өзінің ата-анасының үйіне жолға шығады. Орман ішінде көлікпен келе жатқан қыз сол күні таңғажайып оқиғаға тап болды. Қараңғылықтан көлікті дұрыс тізгіндей алмаған ол апатқа ұшырады. Жолдан шығып қалған көлік көлге құлайды. Ал көлік ішіндегі Аделин болса, шығуға тырыспақ түгілі қозғала алмай шоққа түсіп бір сәтте есінен танады. Қыздың өзі есінен танған. Ал демі болса барған сайын азайып келеді. Осы сәтте суға батып жатқан көлік үстіне найзағай келіп соқты. Нәтижесінде найзағай Аделиннің жүрегіне аппарат секілді әсер етіп, оны шоктан шығарып қайта өмірге әкеледі. Мұнымен қоса оның тыныс алуы қайта қалпына түсті. Көзін ашқан қыз судан атып шықты. Найзағайдың Аделинге түсірген ең күшті әсері оның денесі не түр әлпеті ендігі уақытқа бағынбайтын болды. Қанша уақыт өтсе де қартаймай, тура осы қалпында қала бермек. Біраз жылдар өткен соң, қартаймайтын Аделиннің бұл ерекшелігі басқаларға анық байқалатын болды. Көрген жандар бұл жастықтың сыры дұрыс тамақтану мен спортпен айналысу деп есептейтін. Сол сәттерде Аделин бұл ерекшеліктердің өзіне қауіп төндіретінін ойламағандай еді. Бұл мәселенің барлығы Аделинді жол патруль қызметкері тоқтатқаннан кейін басталды. Аделин басқа қарапайым адамдардай өзінің құжатын берді. Сонда шериф Аделиннің жасы мен түріне қарап, өзінің таңдасын жасырмайды. Басқалары таң қалып, оған өз пікірлерін айта берген соң, қыздың өзі де ерекшелігінің сыры неде екенін таппаққа бел буып, зерттеу жасай бастайды. Бірнеше жыл бойы адам денсаулығы жайлы кітаптарды ақтарып, тоқтаусыз оқыған Аделин ақыр аяғында найзағайдан келген бұл ерекшеліктерін сырын ашады. Бірақтан да бұл сыр тек оның өзіне ғана белгілі. Қалада өткен күндердің бірінде Аделинді қараңғы түнекпен келген 3-4 жігіт ұстап алды. Олар өздерін агентпіз деп таныстырып, Аделинді көлікке кіргізді. Айтқандарына сенсек, бұлар Аделинді өздерімен алып кетіп, эксперимент жасамақ екен.
Өзінің өміріне алаңдаған Адалин көліктен барлығы түсіп кеткенде артқы багаж арқылы босап қашады. Осы оқиғадан соң Адалин үйге келіп қызын алып қаладан көшеді. Бұдан былай Адалин 10 жылда бір рет қаламен құжаттарын алмастырып тұрамын деп шешті. Онымен қоса Адалин өзінің ерекшелігі жайлы ешкімге тыс жармайтын болып шешті. Осы уақыттан бері Адалин өзінің бұл жоспарын 60 жыл бойы орындап келеді. Дәл қазіргі уақытта да оның жоспары сол қалпында еді. Теледидарын көріп отырған Адалиннің жасы қазіргі таңда 120-да, яғни биыл оның мерейтойлық туылған күні. Осы уақыт бойы өмір сүріп келген адамдардың жақындары не таныс достары көп болмайтындығы мәлім. Адалиннің де досы көп емес, тек біреу ғана. Бүгінгі туылған күнді сол досымен бірге кешкі кездесуде атап өтпек. Үйге итін күзетші етіп қалдырған соң Адалин бал кеше өтетін мейрамханаға келді. Мұнда қыз бірінші рет келіп тұрған жоқ. Өткен ғасырларда осы жерде қонақ болған. Дәл сол кезде түскен суретті Адалин бүгін қабырғадан көріп бір мұңайып алды. Әрі қарай орталық залға келген Адалин өзінің өнер көрсетіп жатқан құрбысына шапалақ соқты. Екі құрбы дидарласып, бір үстел басына жайғасты. Дастархан басында мерекелік тілектер мен алдағы жылға арналған жоспарлар айтылды. Сонда үстел маңына жастау келген жігіт келді. Оның іштей көксегені Адалинмен танысу еді. Өзі де келіп қыздарға бірден Адалинге деген сезімін жайып салды. Сонда Адалин еш жылы шырай танытпай, қас-қалпында отыра берді. Оның құрбысы елулер шамасында еді. Іштей Адалиннің нақты жасын білмесе де, оны да сондай жастар шамасында деп ойлайтын. Адалиннің назары үстелден ауып, шеткі қабырға маңынан бұларға қарап тұрған бейтаныс жігітке түсті. Шынына келгенде Адалин де адам, оның да сезімі бар. Қызға бейтаныс жігіт ұнап қалды. Алайда ол өзіне қайтадан махаббат хикаясын жасағысы келмейді. Өйткені бәрібір 10 жыл сайын көшуге тура келетін болды. Осы күні де сол 10 жыл мәресіне жетпек. Адалин өзінің құрбысының бетінен сүйді де қоштасып кете барды. Мүмкін бұл олардың соңғы кездесуі. Сонда жаңағы бейтаныс жігіт Адалинге асығып жүріп келді. Элис Джонсон атты бұл жігіт Адалинмен барынша танысып, оны келесі кездесуге шақыруға тырысып жатыр. Бірақ Адалин келесі залдан аулақ. Сыртқа шығып қыз бірден таксиге отыра кетті. Элис болса оның таксиге айтатын мекен жайын барынша естіп қалуға тырысуда. Сонда Адалин таксиге жай ғана тіке жүре беріңіз деп нұқсайды. Келесі кадрда кафе ішінде отырған Адалин өзінің қызымен кездесті. Дастархан басына екеуі жайғасқанда, Адалин қызына келесі 10 жылдығымды сенімен бірге өткізім келеді деп айтады. Бірақ бұл уақыттарда қызының жасы 80-ге таяған. Қарт адам болғандықтан оған қамқорлық пен күтім қажет. Ал оның ойынша, бұл тұрғыдан қолайлы жер қарттар үйі болмақ. Егер жап-жас анасы Адалин қызын көргісі келсе, кез келген уақытта келіп кездесе алады. Қызымен қоштасқан соң Адалин өзінің жұмыс орнына келді. Мұндағы әріптестері кітапханаға көне кітаптар әкелетіндігін айтады. Кейін белгілі болғандай, бұл кітаптардың иесі Элис Джонсон екен. Адалин екеуі қайта кітапханада жолығып, өз кезегінде жігітменмен кездесуге келіссең, кітаптарды саған тегін-ақ бере салар едім дейді. Адалин асып бара жатқан кітап құмар қыз болмаса да, өткен ғасырдың көне кітаптары оны қызықтырмай қоймайтын. Сондықтан да біздің кейіпкеріміздің Элиске келісім беруден басқа амалы қалмады. Кездесуге келген екі жұп қаланың қызықты жерлерін аралады. Екеуара болған әңгімеде Элис өзі жайлы айтты. Адалиннің де тарапынан қойылған сұрақтар тікелей Элиске болды. Кездесуде қыз өзінің жеке өмірі жайлы бір ауыз сөз айтпады. Элис сұрақ қойса әңгімені бұрып, барынша жауап беруден қашты. Адалин өзінің кететін уақыты келгенін айтты. Қайдар жолда жастар саябақ маңымен жүрді. Қыз өзінің басқа елге ұзақ сапарын бастағалы жатқанын хабарлады. Сонда Элис қызбен бәс жасасты. Егер ол қазір әзіл айтып, Адалин күлсе, қыз тағы бір рет Элиспен кездесуге келісім береді. Егер әзілі өтпей қалса, жігіт қызды жайына қалдырады. Элис айтқанына жетпей тынбайтын жігіт екен. Оның айтқан әзілі Адалиннің езуіне күлкі тартып, кездесуге қызды келістіреді. Екеуі ақылдаса келе кездесу Элистің үйінде болады деп шешті. Кешкі уақытта Элистің үйінде дастархан жайылып, жұптар үстел басына жайғасты. Бұл жолы Адалиннің өзі де кештің қызығына батты. Екеуі ашық әңгімелесіп, сырласады. Тамақтанып болған соң екеуі диванға жайғасып, сырттағы көрініске қарап отырып, бірін-біріне деген көзқарастарын айта бастады. Элис осы уақыт бойы Адалин жайлы ойын айтып келгенімен, қыз жігіт жайлы жарытарлық ештеңе айтпаған еді. Осы кеште Адалин өзінің ішкі сезімі жайлы айтты. Осы бір кештің өзі ақ Адалин мен Элистің қосылуына әсер етіп кетті. Екеуі бірге тұрып жүрді. Адалин біраз жылдардан бері енді ғана өзін шынайы бақытты адам ретінде сезінген еді. Таңертең ұйқыдан оянған соң
Адалин таңғы аста жасап, өзінің жұмысына аттанады. Таксимен жолда кетіп бара жатып, қыз өзіне таныс саябаққа көз тастайды. Осыдан біраз жыл бұрын Адалинмен кездесіп жүрген бір жігіт оны осы саябақта сөз салу үшін күткен еді. Алайда қыз осыдан соң онымен кездесуді доғарады. Осы оқиға Адалиннің ескі жарасын тырнады. Элиспен араласудың соңы да осындай. Себепсіз жоғалумен бір күні болмаса, бір күні аяқталар еді. Сондықтан Адалин қазірден-ақ онымен кездесуді тоқтатуды шешті. Элис қызды жұмыстан іздеп, үнемі телефон шалумен болса да, Адалин одан алшақтады. Кейін екеуі көшеде кездескенде, қыз жігітке ашық айтып, ештеңе шықпайды деп кетіп қалды. Адалин өзінің қызына қарттар үйіне көшуге көмектесу үстінде. Үй жинасып жүріп екеуінің арасында жарасымды әңгіме болды. Адалин өзінің қашып пысып жүруден, жақсы адамдарды алдаудан, үнемі сыртқы әлемнен тығылудан шаршағанын айтты. Ол басқа адамдар секілді теңін тауып, сол жолмен бірге қартайғысы келеді. Қызы оған бақыт тіледі. Анасы ендігі қашуды доғарып, Элистің бетін қайтармауы тиіс. Ендігі оны танитын адамдардың барлығы дерлік қайтыс болды. Адалин бұл сөздерден соң Элисті кездесуге шақырды. Бұл кездесуде ғашықтар қайта тіл табысты. Күндердің бір күнінде Адалин мен Элис жігіттің ата-анасын 40 жылдық отау құруларымен құттықтауға барады. Жолда жігіттің қарындасы қосылып, үшеулеп ата-анасының үйіне келеді. Есік ашылып, балалар үйге кірді. Барлығы бірін-бірімен танысып жатқанда, жігіттің әкесі қазіргі Дженни деген есіммен жүрген біздің қызды Адалин деп атайды. Ол кейіпкерді танып тұр, бірақ қыз өзінің есімін Дженни деп атайды. Әкесінің сен Адалинге қатты ұқсайсың дегеніне, ол менің анам деп жауап береді. Бұл әңгімені одан әрмен өрбітті. Әкесі анаңның халі қалай деп сұрағанда, Адалин ол кісі өмірден озды деп жауап берді. Әкесінің айтуынша Адалин өте керемет адам болған екен. Сонда Элис міне оның жақсы қасиеттері енді оның қызына өтті деп жауап береді. Сәл болмағанда құпиясы әшкере бола жаздаған Адалин амалын тауып сырын ашпайды. Кейін әкесінен басқа отбасы мүшелері бірге тойлауға кетті. Әкесі Адалинмен өткен уақыттарды еске алып, ойға шомылып жатыр. Бұл 60-шы жылдардың соңы еді. Адалин мен әкей Уильям жолыққанда, қыз көйлегімен жолда тұрып қалған еді. Қызға көмектескен Уильям онымен алдағы апта бойы кездесіп, жақсы араласып кетеді. Сол уақыттарда Адалин мен Уильямның арасында махаббат пайда болған еді. Алайда Адалин бәрібір де онымен бірге өмір сүре алмайтын. Сондықтан кенеттен жоқ болып кетуіне тура келді. Ал Уильям сөз саламын деп Адалинді шақырғанда ол келмеді. Кейін біздің кейіпкер қызбен Уильям жеке сөйлескенде, Адалинмен жақсы араластым, тіпті оны ұнатып сөз салғым да келді. Алайда ол жоғалып кетті дейді. Сонда Адалин анам сізді жақсы көрді деп жауап берді. Қонақта жүрген Адалиннің қолындағы тыртықты Уильям байқап қалды. Бір қызығы дәл осындай тыртық Адалин мен Уильям 60-шы жылдары орманда серуендеп жүргенде қыз жараланып тыртық пайда болған еді. Әрі қарай іздене түскен Уильям Адалинмен бірге түскен фотосын қарады. Онда қыздың қолы бинтпен таңулы. Сонда бұл іс шиеленісе түсті. Уильям Адалинмен жолығып, қыздың қолынан ұстап, күдігін айтып, маған ештеңе жасырмай айтып бер дейді. Сонда қыздың басқа амалы қалмай, өзінің бар құпиясын айтады. Біздің қыз онымен араласқанда қаншалықты қиналғанын айтты. Егер адамдар оның сырын білгенде, неше түрлі эксперимент жасайтындығын жеткізді. Ақыры шындыққа көзі жеткен Уильям парасаттылық танытып, Адалинге ендігі қашуды тоқтат, менің ұлыммен бірге бақытты бол дейді. Осыдан соң Адалин бәрібір де кетуді шешті. Үйге келіп өзінің жүктерін жинап, Элиске қоштасу хатын қалдырып кете барды. Элис хатты оқып сыртқа шықты. Әкесіне мән-жайды түсіндірген соң, Уильям өз тағдыры ұлының басынан қайталанғанын қаламай, оған көлік кілтін беріп, ғашығыңды қуып жет дейді. Жолда кетіп бара жатқан Адалин жарты жерден тоқтап, осы қашу ойының дұрыс еместігін түсінді. Ақыры ойынан айнаған Адалин жарты жолдан бұрыла бергенде жүк көлігі келіп соғады. Қыз жол шетіне шығып апатқа ұшырады. Жүк көлігінің жүргізушісі қорқып қашып кетті. Жол жиегінде жаралы күйінде қалған Адалин бірте-бірте тіршілік белгілерін көруден қала бастады. Қыздың бойындағы температура түсіп кетіп, оның демі тоқтай бастады. Жағдай осылай жалғаса келе, қыз тіршілікті тоқтатады. Бірер минуттан соң оқиға орнына келген дәрігерлер оның жүрегіне аппарат арқылы тоқ жүргізе бастайды. Осының арқасында аздаған уақытқа өліге айналған Адалин қайта тірілді. Ауруханаға орналасқан қыз Элиске бар шындығын айтады. Оның бұл сырын білгенде жігіт еш мұңаймайды. Керісінше Адалиннің амандығына қуанады. Палатаға келген Адалиннің қызы Элиспен танысты. Кадр алмасы біз барлығы жақсы, әрі берекелі күйде болып жатқан сәтке тап боламыз. Элис пен Адалин кешке балға бармақ, ал үйде итке қарап оның қызы қалады. Кешке дайындалып айнаға таранып жатқан Адалин өзінің шашынан ақ шашты байқайды. Бұл Адалиннің жүрегін елжіретіп,
көзінен еріксіз жас шығарды. Осылайша бүгінгі адам сенгісіз оқиға соңына жетті. Достар, арнаға тіркеліп лайктарыңызды баса кетіңіздер. Келесі кездескенше.